Assalamualaikum atalarım, әлі көкпар тартып шауып тұрған, аманға арсамайлы апаларым бір ғана лебізіммен сауып тұрған. Ағалар жағдайларын жақсы еді, арыстандай көрінер алып толған. Жеңгелер жағдайларын жақсы еді, бір кеште ол сиырды сауып тұрған. Әй, бірақ қазір қалада сиыр жоқ қой, ағалардың көңілін тауып тұрған. Жалында қыз жігітке сәлем бердім, бірегей білім жаққа бағыт бұрған. Алланың мұнысына шүкіршілік, сіздермен беташарда шолып тұрған. Әнге салсын өнердегі майталмандар, менің де есенімді қайтармандар. Ерболым күнді үйленіп жатқан жоқ қой, бүкіл Шымкент естісін айғайландар. Қоңыратқа елгеміз келіп тұрмыз, үш атаның бәрі де шырайлы ғой. Ұл мен қызы иманды инабатты, көргендердің бәріне ұнайды ғой. Ойымда болмас екен асағайғы, бұл әулеттің босағасы босамайды. Жиембеттер адамды бұлай қойып, құмырсқаға қиянат жасамайды ғой. Үйлену біреулерге құрмет боп еді, үйлену пайғамбардан сүннет боп еді. Сол жолды жалғастырған Ербол балам, пайғамбарға сүйікті үмбет боп еді. Ау, Ербол үйленгенім дұрыс болды, жалынды жүректерге бірлеп келеді. Әй, бірақ бір бөлмені тасқын жауып, екеу бол жатқанда кім жек көреді? Домбырамда асылып мен де келдім, ол әулетке келінжан сен де келдің. Қандай елге келдім деп отырмысың, татулық тұнып тұрған төрге келдің. Кешесі үлкендерін құрметтейдің, әсетке толып тұрған елге келдің. 90 ауыз сөзімді түйіп айтсам, қасқыры қой жемейдің, елге келдің. Айналайын келінжан, айналайын жеңеше, құлаққа құйып алғайсың, бабамнан қалған ақылыңды екі ауыз сөз айтсын деп мені де мұнда шақырды. Бары қалсаң Таразға асығып қайтқын келінжан, абыройын Ерболдың асырып қайтқын келінжан, онша-мұнша жағдайды жасырып қайтқын келінжан. Жеңеше белгілі ғой күймейтінің, ерегеннен басқа ешкімді сүймейтінің. Бұл елге қасқыр келін болып жүрме, келесі бұл әулетті билейді ғын. Бұл елге аңғал келін болып жүрме, қамырды аяғыңмен илейді ғын. Бұл елге модный келін болып жүрме, шортектен басқа ештеңе кимейді ғын.